Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода нағыз қыстық салат, снежок салатын дайындайтын боламыз. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен салатқа керекті заттарды алдын ала дайындап аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын дайындап алдық. Осындай салаттарды сәндеген кезде бізге майонездің бір шетін кесіп жатамыз. Олай жасамай, осындай крышканы екі немесе бір жерден тесіп алып, осылайынан сығып, кәдімгідей майонезді себе берсеңіздер болады. Енді салаттың заттарын тураймыз. Менде осындай тауықтың кептірілген түрі, дайын түрі кәдімгі дүкенде сатылады. Немесе кәдімгі тауықтың төс етін алып, кәдімгідей суға қайнатып, осылайынан турасаңыздар болады. Бірақ бұл қонақ келіп қалған кезде, асығыс болған кезінде осындай кептірілген түрін алсаңыздар болады. Енді барлығын осындай төрт бұрышты етіп турап аламыз. Келесі бізде 2 дана картопты терканың осындай үлкен тісінен өткізетін боламыз. Міне қыздар, картоптарымызды өткізіп алдық. Енді келесі жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек бөліп аламыз. Мінекей барлығын бөліп алдық. Енді бізде жұмыртқаның ағын осындай терканың майда тісінен өткіземіз. Бізде жұмыртқа бетін сәндегенге қажет болады. Сол себептен майда тісінен өткізілген жұмыртқа өте әдемі көрінеді. Міне барлығын өткізіп аламыз. Келесі жұмыртқаның сарысын да дәл солай өткізіп аламыз. Енді келесі кез келген сырды алып, терканың майда тісінен өткіземіз. Міне барлығын өткізіп дайындап алдық. Енді біз салатымызды жинайтын боламыз. Ең бірінші слой бізде тауықтың еті. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылайынан жинап шығамыз. Алдыңғы көрсеткен майонездің крышкасы бізде мінекей осындай болып шығады. Мен 3 жерден тестім. Сіздер бір жерден немесе 2 жерден тестеңіздер де болады. Келесі екінші слой бізде картопты жақсылап орналастырамыз. Картоптан кейін шамалы тұз себіңіздер. Себебі картоп бізде өте құрғақ болғандықтан кішкене дәм беріп тұру үшін шамалы тұз себеміз. Келесі қыздар, майонезді сәл көбірек қоса беріңіздер. Себебі майонез салатқа сіңіп, салатымыз құрғақ және дәмсіз болып қалуы мүмкін. Сол себептен шамалы көбірек қоса беріңіздер. Келесі жұмыртқаның сарысын сеуіп, оның бетіне тағы да шамалы тұз себеміз. Келесі майонезді жағамыз. Енді теркадан өткізілген сырымызды жақсылап орналастырамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай ешқандай да қиындығы жоқ, барлығы өте оңай, тез жасалады. Сырдан кейін тағы да майонез жүргіземіз. Ең соңында біз кәдімгі жұмыртқаның ағын осы салаттың бетіне қаптайтын боламыз. Мінекей қыздар, енді келесі жұмыртқаның ағын салаттың барлық жағына жеткізіп қаптап шығамыз. Менде бұл ингредиенттер тек қана бір тарелкаға жетеді. Егерде сіздер көбірек жасайтын болсаңыздар, осыны 2 есе қосып жасайсыздар. Енді жұмыртқаның бетіне шамалы әсемдік үшін осы жұмыртқаның сарысын себеміз. Өз қалауыңыз бойынша кәдімгі укроп немесе зеленді әдемілеп, әсемдеп қойсаңыздар да болады. Осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Нағыз қысқа арналған салаттардың бірі снежок салаты деп аталады. Міне қарасаңыздар, біздің снежок салатымыз дайын болды. Қарасаңыздар, өте үлпілдек, әдемі, биік болып шықты. Міндетті түрде үйдегі жақындарыңызға жасап беріңіздер, оларға ұнайды деген ойдамын. Бұл салат өте тойымды және де әрі сіңімді салаттардың бірі деп айтсақ болады.
Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеода кездескенше.